Неліктен мен кәсіпкер болғым келеді? Ақша үшін емес, шотымдағы сандар үшін емес. Иә, бұрын бизнес бұл миллиард, миллион, сән салтанат, мәртебе деп ойлайтынмын. Бірақ терең ойлана келе, мынандай сұрақтар туындай бастады. Бірақ әрі қарай не болмақ? 5 немесе 10 миллиард теңге болса да, оны рахаттанып жұмсауға уақытың болмаса, не пайда? Ең қызығы, бәрін құртуға бел бусаң да, мына өмірің жетпейді. Сосын мынандай байлама келді. Ақша бұл жай ғана құрал. Нағыз құндылық еркіндікте. Әлемдерді аралап, жаңа нәрселерді тану еркіндігі, жақындарымды қуанта отырып, оларға көбірек уақыт бөлу еркіндігі, өз әлеуметімді ашып, өзім қалағандай өмір сүру еркіндігі. Мен қашан жұмыс істеп, қашан демалатынымды өзім таңдағым келеді. Отбасым мені қажет еткен кезде жандарында болғым келеді. Ал шабыт келген кезде мен өз мақсатыма ұмтылғым келеді. Ал сен бизнесті не үшін бастадың? Бизнес байлық үшін жарыс емес. Бұл өзіңді танып, өзің бола алу мүмкіндігі. Мағыналы өмір сүру шыңы. Міне, мені жетелейтін басты себеп осы. Еркіндік.